Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көшбасшы болу таңдау емес, әрекет. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Көшбасшы деген кім? Жауаптарını бір-бірлеп айта кетсеңдер. Көшбасшы менің ойымша ол кез келген оқиғада өзін бір жеке түйсігімен жол таба білетін, басқалардың ортасында өзін ерекше ашық көрсете білетін және басқарушылық қабілеті де жақсы оқушыларды айтады. Тағы оқушылар кімдер айтады? Тұрағы. Менің ойымша көшбасшы дейтін адамдарды басқара алатын және де әрбір ситуацияда амал таба алатын адам. Оқушылар, жауаптарына сәйкес көшбасшы ол жол таба білетін, өзгелерге жол көрсете алатын, өзіне жүктелген міндетті сезіне білетін, ауыртпашылығы төзе білетін тұлға болып табылады. Оқушылар, адамдар көшбасшы болу үшін қандай 5 қадам жасау керек? Ойларында қағазға жаза қойыңдар. Құрметті оқушылар, өздерің білетіндей көшбасшылық қасиет ол әрбір адамның бойында болады. Тек оны дерт уақытында пайдаланып, оны дамыта білу керек. Енді жазған ойларында тақталына 2 оқушыдан шығып қорғай қойсаңдар. Жалпы біздер бұл жерде адам бойына керек, басқарушы көшбасшыға керек 6 қасиетті, яғни оның істейтін жұмыстар туралы айтып кеттік. Оның біріншісі тәртібін дұрыс ұстауы және жауапкершілік, ол ең бастысы. Оған қоса адамгершілік, яғни көшбасшы болғандықтан өзінің адамгершілік қасиетіне сәйкес олар басқаларға да тәкаппар емес, өзінің яғни адамгершілік қасиетпен қарау керек. Келесі адалдық, яғни өзіне берілген істерге, жұмысқа, жүктемеге адал болып ең соңына дейін бірге жүру керек. Әділдік, яғни кейбір кезде көшбасшылардың әділдігі ол ең басты оның нүктесі болады. Өйткені әділдік болған жерде дұрыс ырыс болады деген ойдамыз. Келесі ол басқарушылық қасиет, яғни ең біріншісі басқарушылық қасиет бола білген көшбасшы ол ең есте қаларлық, яғни барлығының жадында сақталатын көшбасшы болады. Және де бұл жердегі өзінің мақсат мұратына жеткен адам басқаларды өзінің яғни статусына сәйкес көшбасшы болуға шақыруда. Рахмет. Енді келесі топ шыға қойсаңдар. Ең алдымен көшбасшы болу үшін ең біріншіден өзіне сену деген болады. Екіншіден жауапкершілік, яғни басқара алуың керек. Үшіншіден салмақтық, себебі адам салмақты болмаса ол деген көшбасшы бола алмайды. Төртіншіден қиын сәтте амал табу. Және де ең соңғысы 5-шіден үлгі-өнеге болу, яғни басқаларға үлгі-өнеге көрсетіп болу. Біздің салған суретіміз бірінші топтың суретіне ұқсас, бірақ та ойларымыз екі түрлі. Яғни біздің бірінші қадамымыз әділдікті талап ету. Екінші адамдармен басқара білу қажет. Үшінші қадам қол ұшын созу керек әрбір жағдайда. Төртінші қадам әрбір жағдайда шешім қабылдай білу қажет. Бесінші қадам, яғни ең соңғысы және де ең керек деп ойлаймын, жүктелген міндетті сезіні біле қажет. Құрметті оқушылар, бізде топтық жұмыс болады, яғни 3 топқа бөлініп, берілген сұраққа өз ойларыңызбен емін-еркін жауап беріңіздер.
Бізге берілген сұрақ көшбасшы әрекеті 5 маңызды ой. Біріншісі жауапты болу. Екіншісі жүктелген міндетті сезіне білу. Үшіншісі әр уақытта дұрыс жол табу. Өз әрекетіне сенімді болу. Және бесіншісі өзіне сенімді. Бізге берілген сұрақ ол жаңа жоба бастау керек болған кезде көшбасшының әрекеті. Оған бізде бірнеше мысалдары бар. Біріншісі Жауапкершілігі болу керек. Екіншісі мақсаты болу керек. Уақытты тиімді пайдалану. Және де басқа адамдарға міндеттерді бөліп беру керек. Егер сен бүгін мектебінде көшбасшы болсаң, қандай өзгеріс енгізер едің? Жалпы мен оған себеп өте көп. Біріншіден мен біздің мектебіміздің мәдениет және өнер бағытындағы іс-шараларды дамытатын едім. Өйткені жалпы Орал қаласында көптеген театрларда саны аз. Қорытындылай келе, психолог маманы ол мен бала кездегі арманымды шындыққа айналдыру үшін қазіргі таңда мен өзім алдыма көптеген мақсат қойып еңбектеніп жатырмын. Себебі менің қалауым адамдарға көмектесіп, олардың мәселелерін шешу.